Ал енді құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, жақынғы уақыттан бері мынау тораптарда болсын, телефондағы үн хаттарда болсын, дүние қазақтарындағы ең үлкен киіз үй Морида дейтін ақпараттық хабарлар жиі ұшырады. Міне сол ақпараттық хабардың шындығына көзімізді жеткізейік деп, бүгінгі қонақ кәдесінде сол Моридағы үлкен киіз үйді сіздерге таныстырамыз. Қанекей қазақтың ақ ордасын бізбен бірге аттаңыз. Жүрсең алыс жерлерде, аман есен оралышай, сағынысып көргенде, құшақтасып қолданышай. Аспанда да жерде де, асуда да белде де, жолың болсын жолдаушы. Ойдың орманды, қабат қорғанды, Құрметті көрермен, мінекей ақ орданың ақ босағасын аттап та үлгірдік. Ендағы жақынғы уақыттан бері осы Мори ауданы үлкен бір қазақтың киіз үйін жасапты деп естіп жатырмыз. Енді қазақтың 12 қанат, 18 қанат ақ ордалары болады деп бұрын еститінбіз. Енді өзіңіз осы үйдің үлкендігі қаншалық, бұған қанша күш, қаншалық қаражат кетті, экранында көрерменге түсіндіре кетсеңіз. Қазақ үйіміздің мына жалпы диаметрі 1175 квадрат, биіктігі 18,5 метр. Енді мына құлдырауыштан төмен қарай басқұр кешен 13,5 метр. Керегінің немесі 5 метр. Керегінің 5 метр. Оқтың ұзындығы 6 метр. Шаңырақтың диаметрлі 8,5 метр. Енді мына киіз сырмақ мына алты сырмақтың диаметрі 32 метр. Жалпы квадраты 803 квадрат. Бұны біз енді сырмақты 3 ай уақытта істеп бітірдік 32 адамына. Енді мына үстің жағындағы мына қарағасын немелерін, баушударын бір айда бітірдік. 1,5 ай мөлшері болды. Қанша қаражат кетті? Бұған енді ішіне кеткен қаражат 1 миллионның үстіне қаражат кетті. Осы мына жасалып ішіндегі әшекейлеуіне. Сыртымен қосқанда 5 миллионның үстіне кетті. Киіз үйді аудандық халық үкіметі салдырып отыр ма, арнайы? Иә, аудандық халық үкіметі арнайы осы киіз үйді салдырып отыр, қаржы шығарып. Бұл енді біздің қазағымыздың ең үлкен үйі болғаннан кейін ішіндегі жасалуы бүкіл қолмен істелген. Ешқандай машина неметкеніміз жоқ, істегеніміз жоқ. Енді баушудан тек қана заводпен салдырдық, қалғандар бүкіл қолмен істелді. Киіз бірақ киізбен жасалды, мына киіздермен. Рахмет әңгімеңізге. Енді киіз үйдің үлкендігі, жағы, керегесі, шаңырағы деген сияқты жалпы жағдаймен танысып өттік. Ал енді осы киіздегі сырмақтардың, жағы, басқұру, баушулардың жасалуына қаншалық уақыт кетті, оны кімдер жасады? Енді сөз кезегін осындағы апайларымызға береміз. Рахмет сізге. Енді өздеріңіздей қазақтың 10 саусағынан өнер тамған қыздарының әшекейлеуімен мынау қазақ киіз үйінің ішкі жабдықтары жасалыпты. Енді бізді таңғалдырып отырған мынау сырмақтың үлкендігі, мынау басқұрдың үлкендігі, осының барлығы біз үшін үлкен бір жағы қуаныш, бір жағы марапаттайтын шаруа. Сіздерге көп рахмет айтқымыз келеді. Енді өзіңіз осы сырмақтың тігілуіне қанша уақыт кетті? Үлкендігі қаншалық осы сырмақтың? Бұған салынған оюлар, қазақтың қандай оюлары? Осы жағын айта кетсеңіз. Енді бұны осы аудан әкіміміздің ұйғаруымен, жасатуымен осы үйдің көлемінің үлкендігі соғысының басқаруымен жасадық. Осы сырмақ жасалу барысында осы аудан әкімі, аудан басшыларының енді осы мерует көпіретіна міндеттеп беру жүк қып мойнымызға жүктеп берді. Сол себептен де бұл үлкен сырмақты жобалау, бұны тігіп кетуде дардай қорқынышта болды. Өйткені бұрын біздің қазақта осы киіз үй жасау, киізбен сырмақ тігу өзіміздің сана, өзіміздің бір қазақ тарихымызда бар дүние. Бірақ та десе де мынандай үлкен алып сырмақ, мынандай үлкен бір балайчалып айтқанда бір жазық осы барыста осыны жобалап тігіп кетуде дардай қорқынышта болдым. Бір машина киіз түсірдік, оны қалайдан қалай жасалуында көптеген жоба жоспар болды.
Енді былайчалап айтканда тіпті бір демалып отырсаң да осының оюы, осының жиек басуы, осының әсем болуына көптеген ой жұмсадым. Чарчадық. Сол себептен де бір адамның қолынан келмейді. Осыған араласып істеп жүрген үлкен кішілі деген адамдар шақырдым. Басынан бастап айтқанда мынау ақ кигіз. Оның кейін оны қайчыменен бірақ ойдық. Онан ойыстырып турап болғаннан кейін бұны бояуға салдық. Шешелеріміз енді біз естиміз. Бұл бояу бояғанда албаты адам кіргізбейді. Албаты адамға көрсетпейді, өзінің бір құпиялығымен боялады. Бұның да жолы оңай емес. Бұл біреуі қазан бояйтығын ыдысталдайды. Енді біреуі сондай шеберлік, адамның шеберлігімен боялатығын нәрсе. Ал бояудан шыққаннан кейін бұны чыт жаңе турап тастаған кигізді жерге қойып жүрмедік қайтадан. О жүрмеудің өзі де оңай емес. Оның да өзінің құпиялық жүрмеуі болады. Бұған жиек басылады. Жүрмеуден кейін жиек басуына осы өзім шақырып, осы сырмақтың жөнін білет деген мына кісілер, осы мына 3 кісі үшеуде бар, осы кісілерге жиек басқыздым. Одан кейін мынаны қосқанда бұған және де чалу дейді. Бұны 4 қолмен чалып, бұны осы кісілер чалып қосты және. Істеген адамымыз өзім карқанадағы баладар бар, сырттан шақырған адам бар, 32 адам істедік. Сонда аралығы сол 3 ай мезгілінде бітті. Енді мынау басқұрды қанша жіппен тоқылған? Енді бұрын біздің қазақ мына 60 бастық, 90 бастық, 100 бастық өйтіп еді. Біз бала кезімізде біздің төркіндеріміз сондай. О кезде біз енді 50 бастық басқұр тоқытатығын шешедеріміз. Біз тоқитығымыз 50-55 жіптік басқұр. Бірақ та ол 55 жіптік басқұр мынаған келмейді. Бұның бауының өзіне келмейді ол 50 бастық. Сол себепті енді мынаны біз заводқа салдық. Оны әзір тоқитын да адамымыз жоқ. Бұны нақ қағып тоқитығын жеріміз де жоқ. Сол себепті мынаны үлкейтіп, мынаның кеңдігі 1 метрде 30, 1 метрде 30-лықта кеңгі бана заводқа сап шығардық. Қанша жіп? Сонда бұны қалай деуге болмайды, енді оны жіп санап істегеміз жоқ. Әдетте дүз бастық үйге 55 жіппен тоқылады. Сонда енді оны қалай 250 жіп болар мекен. 11 жіптен 60 сантиметр кеңдікте басқұр шығады. Сонда ананы 3-ке бөліп көрсеңіз. 3-ке бөліп көруге болады. Сонда бұрынғы біздің жіптің немелесінен. Рахмет, енді еңбектеріңізге тәнті болып отырмыз. Қазақ үшін бүгінгі істеген жұмыстарыңыз болашақ ұрпақтың есінде жүрсін, тарихқа қалатын болсын. Бұдан кейін де бұндай жақсы істеулеріңізге тілектеспіз. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Ал енді қымбатты көрермен, мынау қазақтың ақ ордасының түтіні дүзу үшін керегес кіріске, оғы ұлы іске толсын деген игі тілекпен бүгінгі жолаушыны аяқтаймыз. Тағы да жолыққанша қош аман болыңыздар.